Республика күніне орай Ақтөбе облысында Ақтөбе-Шалқар бағытында қосымша пойыз рейске шықты. Жаңа құрам коммерциялық және 6 вагоннан тұрады. Пойыз аймақтағы ең сұранысқа ие бағыт бойынша іске қосылды. Өйткені облыс орталықтарынан 500 км қашықтықта Шалқарға жету оңай емес. Ал бұл бағыттағы автомобиль жолы көңіл көншітер емес. Жаңа пойыздың билет бағасы қанша? Айдос Мәлігұл айтады. Ақтөбе-Шалқар жүйрік пойызы бірінші жолдан жүріп өтеді. Құрметті жолаушылар, сақ болыңыздар. Ақтөбе облысының тұрғындары республика күніне орай ең сұранысқа ие бағыт бойынша пойыздың іске қосылғанына қуанышты. Бұл бағытқа көлік алыс қашықтыққа және нашар жолға байланысты өте сирек жүреді. Билет болмайды, сондай проблема болып отыр. Енді қазір бұл пойыздың шыққанына қуаныштымыз. Енді Тоқылдақта бар, мынау да бар. Шалқар Ақтөбе бүгін таңертең түсті. Плацкарт вагонында билет бағасы 4000 теңге, купеде 2000 теңге. Коммерциялық деп саналатын жаңа маршрутта 25 аялдама бар. Шалқар станциясына өңір тұрғындары әдетте Ақтөбеден Алматыға баратын пойызбен жүреді. Бұрын сонда билетке табу өте қиын болды. Міне бүгін енді жақсы. Алла қойды тез арада. Өте қуаныштымыз. Әдәлісінде сәттілік тілейміз. Бұл пойыздың шығып жатқан себебі біздің Шалқар учаскесі мен Ақтөбенің аралығында бізде населен дейді, сұраныс көп халықтан. Біздің әсіресе шалқарлықтар вагон мына Алматы Ақтөбе бағытында 34 пойызға, 24-ші Алматы бағытында пойызға біздер вагон тіркейміз. Ол жеткіліксіз болғандықтан сұраныс көп. Біз бүгін бірінші 22-сінен бастап 3 плацкартный вагон, 3 купейный вагонды шығарып, бүгін жолдамаға шығарып салғалы тұрмыз. Жаңа құрам Ақтөбе-Шалқар бағытында жолаушыларға ыңғайлы дейді тасымалдаушылар. 6 вагонның 3-еуінде купе бар. Құрамы коммерциялық және мемлекет субсидияламайды. Жаңа пойыз күн сайын қатынайды. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Марсель Шайхиев, ТДК 42 телеарнасы Ақтөбеден.